Всё, да, запись басталды. Енді мынау демонстрация жағын. Қазір аудиторияның деңгейіне байланысты қай тілде өткіземіз, соны анықтап алайық. Мгм, мгм. Все, адамдар жиналып отыр екен. Қайырлы кеш, жаңадан қосылып отқан қонақтар, серіктестеріміз біздің, көшбасшыларымыз деген сияқты. Қалдарыңыз қалай, күндеріңіз қалай өтті? Бүгін көктемнің керемет әдемі күні болып жатыр. Астана, суық Астанамызда кәдімгідей көктемнің, жаздың прям енді мынау оңтүстік жақ жаз болып кеткен шығар. Бізде күн прям шығып, аспан ашық, ауа райы өте жақсы болып тұр. Мгм. Қайырлы кеш, Розатырхан. Так, енді Хайрлы кеш, что-то народу мало. да, ничего страшного. Ладно, я так А, бұрын бұрын осындай жаңа компаниялардың презентацияларында жүйені қойып тастаған ғой. Уже оларда біледі да, алдына мақсат қойған. Сол мақсаттарына жетпейінше кәдімгі рельске қойып тастаған ғой жүйені. Такой потихоньку бізде де тұрады, потихоньку. иә, әлеуметтік жүйе жоқ, бұндай жаңа инструменттер жоқ, мынандай құралдар жоқ. Онлайн деген. Иә, адамдар ничего страшного. Сол кісілер қазір долларовый мультимиллионер кісілер да. Сол кісілер айтады, біз офис ашамыз дейді. Өзіміздің қалтамыздан ақша шығарып офис ашамыз да, күніге офисқа бір адам келсе де тақта ашып, сол адамға ақпарат беріп, жүйелі түрде кәдімгі презентацияны жасаймыз дейді да. Сол үшін қазір мына жерде келген адамдардың арасында қонақтарыңыз бар ма сіздердің? Жаңадан келген адамдар бар ма екен? Соны белгілей қойып. Саламатсыздар, сау. Иә, адамдар жиналып жатыр. Енді ладно, қазір 2 минуттан кейін бастайық, өйткені запись болатынын біледі. Иә, дұрыс, сол записьті негізі мынау записьті көре саламын деген сияқты нәрсе, ол дейтін қате нәрсе. Менің даусым қалай естіліп жатыр, кстати? Қашан жайнап деп жатыр. Ау, даусым жақсы естіліп жатыр ма менің? Жақсы естіліп тұр, ғалым мырза. Кеш жарық. Енді бұрыннан келе жатқан компаниялардың жаңа историяларын естиміз ғой. Кеттік, жаңағы семинарға кеттік, анау мынау деп алып кетеді. Сөйтсе жаңағы, видеоға түсіріп алсайшы, ол кезде жаңа сотка деген де жоқ, камерамен түсіреді ол жерде. Сен телевизордан көргің келе ма киноны, или сол киноның ішінде өзің қатысқың келе ма дейді ғой. Иә, мен де актер болғым қатысып, кеттік онда болатын болса деп жол кәдімгі пойызға салып, басқа мемлекетке алып кетеді ғой жаңағы семинарға. Сол сияқты қазір енді кейбір адамдар даже мынау онлайн шығуға ерінеді. Енді түсінеміз, адамдар уақыт дейтін қазір зымырап бара жатыр. Уақыттың зымырағанымен мүмкіндіктер де көбейіп жатыр. Мынау пандемия білесіздер, құндылықтардың барлығын өзгертіп тастады. Адамдардың барлығы қазір онлайнды үйретті ғой бізде. Біз шыны керек бұрын ауру қалса да әдет қалмайды дейді. Әдет еді ғой бізде, өзіміз барып неге жаңағы магазинге барып қолмен ұстап, жаңағы сөйтіп алмасақ
көп затты алмайды екенбіз. Бірақ жастар сондай онлайн жұмыс істеуге үйреніп қалған. До такой степени қазір мынау біздің супермаркеттеріміз бар ғой, Магнум, Смол сияқты неше түрлі Қазақстан бойынша супермаркеттер желісі, олардың өзі үлкен складтар ашып, қазір Каспи арқылы, Вольт дейді, неше түрлі доставкамен жұмыс істейтін көптеген сондай бизнестер қазір миллиардный оборотқа шығып жатыр. Представьте, біз, например, қалай істейміз? Үйден шығамыз, Магнумға барамыз, көлікпен барамыз. Егер де көлік жоқтар, такси жалдап барады, дұрыс па? Иә. Такси. Ох, мына жақта біреулерде регистрация болып отыр деймін. Да. Енді қараңыздар, кім қазір супермаркеттен продукты үйіне заказ береді? Кім қазір супермаркеттен продукттың үйіне заказ береді? Закарина сәл нені өсіре салса, все дұрыс. Нені микрофонды өсіре салса. Папа ханым, микрофонды өшіре саласыз ба? Слушай. Я кейбір кісілер сразу кіргенде микрофон қосылып тұрады, ничего страшного, енді ол кісілер бізден қазақ болғаннан кейін өзімізге тиіп кетеді, тойға келгенде келеміз бұндай нәрсеге. Ничего, оның барлығы көз жүре сөйледі деп жаңа айттым. Жүйелі түрде егер де қазір бизнес саласының сабақтарын өтіп жатсыздар, дисциплина деген өте маңызды нәрсе. Мен айтпаймын, мен өте дисциплинированный адам деп айтпаймын, бірақ мүмкіндігінше мүмкіндігінше мен уақытылы келіп, уақытылы осындай жұмыстарды атқаруға тырысамын. Адам болғаннан кейін кемшіліксіз болмайды. Сол себептен басқа отқан адамдар, бұл кейіннен келген адамдар микрофондар қосылып кетіп, менің сөзім ойларыңыз бөліп кетіп жатса, сәл кешіресіздер. Жарай ма? Бастай берейік, айтып отырмын, сейчас кім, менде бір сұрақ болып отырды, назарыңызды. Кім қазір супермаркеттен үйіне Каспиден продуктылар үйіне заказ бере алады? Заказ бергендеріңіз болды ма? Жалпы маркетплейс деген нәрсе қазір өте үлкен, жоқ, әлі заказ бермеңіздер. Бізде сондай нәрсе қазір қалыптасып келе жатыр. Өйткені мынау супермаркеттердің көбісі жабылып жатыр. Супермаркет білесіздер ғой, үлкен магазиндері бар деген сияқты, үлкен ішіне кіріп, коляска, тележканы алып, ішіне керек заттарыңыз аласыздар. Бірақ сол супермаркеттердің мен басшыларымен сөйлескен кезде, бізде қазір супермаркетте ассортимент ондай көп емес. Біз қазір ассортиментті складқа қойып жатырық дейді. Складқа қойып жатырық, доставщиктер үйлеріне апарып тастайды. Ешқандай оны барып супермаркетке коляскаға салып, қолдарыңыз үзіліп, оны тасудың қажеті жоқ дейді. Продукт бізде складта ассортимент көп дейді. Складта ана жерде 300-500 дана зат болатын болса, бізде мыңдаған дана заттар бар ғой енді. Бізде мысал келтіріп отырмын да, бізде супермаркетте ішінде, например, 100 дана ғана зат бар, 200-ді бізде складта тұр. Сонымен қазір біз елдің бәрін онлайнға үйретіп отырдық дейді. Бізде өзіміз қазір онлайн жиналып отырып тұрсыз ба? Бұрын соңды онлайн деген нәрсе білмейтін біз. Адамдар арнайы даже сотовый телефонда болмайтын, городской телефонмен звондап, бір-бірімен келісіп, сөйтіп адамдармен кафе болсын, неде кездесіп, содан кейін бір жерлерге гостиницалардың, отельдердің конференц залдарында біз осындай презентацияларымызды өзгертеміз да, өзгертеді. Бірақ біз енді Қытай қасымызда тұрғаннан кейін көптеген Қытайдың компаниялар маркетплейстер ашып жатыр, жеке. Сол маркетплейстардың барлығын қарасақ, енді біз адам болғаннан кейін тұтынушымыз, дұрыс па? Біріншіден тұтынушы болғаннан кейін біз қолымыз қандай затқа жетеді, соны аламыз, дұрыс па? Біз енді қасымыздағы магазиннен аламыз, бұрынғыдай Магнумға барып, пакет болып жиналып келіп аламыз. Бірақ соның барлығына қазір, например, енді үйреніп қаламыз. Бірақ сол әдеттеріміз жаймендеп өзгертіп жатырық, өйткені бүкіл жұмыс, бүкіл бизнес бәрі онлайнға ауысып кетті. Соның аясында енді Қытайдың заттарының бәрін киіп жатырық. Олар да дұрыс айтады, Қытай жаман десек, Қытайдың көлігін де мініп кеттік. Зубной пастасында, шампуньде бәрін қолданып, енді действительно өте
күшті келе жатқан империя, бірақ оның ішінде не бар не жоқ біз білмейміз да. Сол себептен Европа олар дамып кеткен мемлекеттер, білесіздер ғой, байқайсыздар, Европа, мынау Турцияның өзі, например, Европаға жақын болғаннан кейін олар да Советский Союзда болмаған. Біз бұрын киім киетін болсақ, енді Италияны білесіздер ғой, қарапайым халықпыз. Италияны не алмасақ та, жаңағы турецкий зат болса, біз ойбай керемет, Турцияның сапасы күшті, Қытайдың сапасы төмен, сондай ой қалыптасып қалды, дұрыс па? Сол себептен қазір бізде енді түріктер өздері бізді ата жұрт деп айтады. Ата жұрт деп айтады, бізден тарағанын өздері жаңағы мойындайды. Түркістан деген мынау біздің қаламыз бар. Олар сол бізді қатты сыйлайтынын байқадым. Сонымен қазір осы Қазақстанда 25 жыл тұрған мультимиллионер, жаңағы ата бабасының өзі жаңағы бұрыннан долларовый потомственный мультимиллионер жігіт, Сенан деген жігіт, осы Қазақстанда Европаның заттарын Қазақстанға Қытайдың бағасымен, кәдімгі қолжетімді бағамен алып келетін сондай керемет маркетплейс ашып жатыр. Оның ішінде маркетплейстің көшбасшылары қалыптастыратын бізде қазір жақсы маркетинг план бар. Өте керемет заттарды бізге қолжетімді қылып сайтқа, складқа қойып жатыр. Енді бұндай мүмкіндік келіп жатқан кезде біз енді тура сол бағаға біз барып сол жаңағы смол қасымыздағы магазиннен сапасы өте төмен. Біз енді дамушы мемлекет болғаннан кейін ондай Colgate болсын, Blendamед деген компаниялар, олар өте жаңағы мировой компаниялар, бүкіл әлемді жаулаған. Бірақ біз дамушы мемлекет болғаннан кейін бізге сапа өте төмен сапада заттарын жібереді. Осы жерде енді өндірістер осы Қазақстанның ішінде болады, ол жерде енді химия көп болады. Сол себептен зиянды нәрселер өте көп. Егер де біздің жаңағы зубной пастамыз, жаңағы шампунь, анау меломойка басқасы болсын, ол заттардың барлығы біз қолданыста, бірақ біздің тісімізді олар тазартқанмен зияндық жақтары да бар, дұрыс па? Неше түрлі аурулар қазір шығып жатыр, бірақ адамдар білесіздер ғой, медицина деген нәрсе, жалпы медицина деген нәрсе, ол фарм компаниялар өте бай. Медицина деген нәрсе, мынау традиционный медицина деп жатырмын да, 200 жыл болған ғана, например, сол адамдардың именно ауырған жерін ғана емдейді, бірақ бір жерін емдесе екінші тағы да сол емдеп жатып, сол химиялық дәрілермен, жаңағы антибиотиктермен басқа жерлерінде ауырып жатыр. Сол себептен сол проблемалардың барлығын шешімі бар. Қашанғы біз қолжетімді Қытайдың арзан заттарын қолданамыз, өйткені ортада мынандай посредниктер көп болғаннан кейін олардың бағалары қазір инфляция болып қымбатқа түсіп жатыр. Сізге Европаның заттары егер де бізге келіп жатса, олар енді ортада посредник оптовиктер бар, крупный оптовиктер бар, средний, мелкий оптовиктер, одан кейін келеді. Солар ғана бар үлкен торговый центрлардан Европаның заттарын қымбат жаңағы аренда төлеп 3 есе 5 есе үстіне қосып тастайды да, бізге қолжетімсіз болып қалады. Сол үшін қарапайым халық олар ондай жаңағы заттарды көптеген жағдайда аламайды. Оның негізі себестоимость деп айтады ғой. Себестоимость деген ол заттың өзі арзан, ортада жаңағы посредник болмаса, бізге тура сол жақсы осы бағамен, біздердің магазиндегі бағамен бізге жаңағы егер де біз заводқа барып оптом алып, сол жерде заводтың жаңағы бірінші осындай компаниясына алатын болсақ, онда бізге сол 2000-2300 теңге зубный паста сондай болады, мне кажется. Баттары болсын, не болсын, қазір неше түрлі сапасы төмен баттар болып кеткен, неше түрлі бат деген нәрсені біліп жатқан шығарсыз, имеется биологически активный добавка деген сөз. Олардың барлығы не үшін шыққан? Өйткені біз бұрынғы осыдан 20-30 жыл бұрынғы тұтынып жатқан өзіміздің алма, көкөніс, жаңағы қолданып жатқан продуктыларымыз болсын, даже еттің өзінің сапасы түсіп кеткен. Бұрынғыдай витамин, микроэлемент оның барлығы жоқ. Байқап отырсаңыздар, осыдан 20-30 жыл бұрынғы апаларымыздың әңгімесін қарасақ, біз өзіміз даже роддомға барып, үйде босанып, кәдімгідей жаңағы сохранениеға бармай, балаларымыз ауырмай ешқандай, бәріміз әйтеуір сөйтіп өстік дейді да. Бірақ қарап отырсаңыз, қазір жастардың өзі, келіндеріңіз бар, жас өспірімдердің барлығы өзі аурушаң келеді, бәрі слабый. Неліктен? Өйткені иммунитет түсіп кеткен. Жаңағы жеп отқан тамағыңыздың бәрі, например, сапасы өте төмен. Сол себептен бізге басқа сол тамақтың ішіндегі кезіндегі витаминдердің барлығын шеттен жаңағыда витамин магазин, аптекаларынан аламыз. Қазір оның барлығы, білесіздер, пандемия кезінде елдің бәрі бұрын ақша деп қолайтын еді. Қазір пандемия дәлелдеп тастады, дұрыс па? Дәлелдеп тастады, что бізге оказывается денсаулық маңызды екен.
көз алдымызда не то что кәдімгі өзіміздің жақындарымыз, врачтардың өздері, сол емдеуге келген врачтардың өздері де иммунитеттері түсіп кетсе сразу ана жерде ауырып қалады да көз алдымыздан кетіп қалып жатқан кездері болды. Сол кезден бастап қазір елдің бәрі правильное питание, жаңағы фитнес залдар көп ашылып кетті, байқайсыздар ма? Фитнес залдар көп ашылып кетті. То есть адамдар денсаулықтына мүлдем қарамайтын адамдарға бөлініп кетті и қарайтын адамдар өте көбейіп жатыр. Енді оның барлығы аудитория, оның барлығына, олардың барлығы тұтынушы, оларға біз жақсы, өте жоғары сападағы өнімдерді ұсынатын болсақ, олар бізден, бірақ бағасын егер де келістіріп беретін болсақ, олар әрине алады. Енді ризықтың 10-9 саудада деп айтады. Бұл біздің қазір сіздерге ұсынып жатқанымыз, біріншіден сіз кемінде тұтынушы бола аласыз, енді потребитель бола аласыздар да. Сосын өзіңіздің ортадағы таныстарыңызға егер ссылканы жіберетін болсаңыз, өзіңіз алып таныстарыңызбен бөлісетін болсаңыз, онда сіздерді үлкен табыс күтіп тұр. Мен үлкен табыс деп айтқан, бұрын енді $1 миллион өте көп ақша еді. Қазір, например, $1 миллион қарап отырсаңыз, осы Астананың төңірегінде сіз $1 миллион любой Қазақстанның жерінен үй ала аламын деп айта алмайсыз. Өйткені элементарно, даже мен квартираларды білемін, $1 миллион, $1,5 миллион тұратын квартираларды білемін. 3 бөлме, ары кетсе 4 бөлме. Мен жаңа жер үй особняктарды айтпаймын. Сол үшін егер де сіздердің қазір мынау келіп жатқан қонақтарымыз бар, серіктестеріміз бар, мынау өмірлеріңізге өзгеріс ендіргілеріңіз келетін болса, ондай болатын болса, сіздерге керемет осындай ұсыныс бар. Қарапайым халықтың керемет ісі деген атқа ие болған бізде мынау MLM индустриясы бар. Одан кейін қарапайым маркетплейс бар. Заманауи ашылып жатқан компания. Мен енді шынымды айтсам, бұндай компания бірінші рет көріп отырмын. Жаңа Синан деген кісі, түрік кісі, өзі потомство жаңа мультимиллионерлердің бізде басшымыз бар, Мақсат деген жігіт. Ол Мақсат деген кісі айтыпты, мен административный ондай жұмыстардың барлығын мен корпоративный сферада жұмыс істегенмін, жаңа казначействода істегенмін, бірақ сетевой жағында білемін, МВ деген компаниялардың жүйелерінің барлығын ішінен зерттегенмін, көптеген осы Қазақстан компанияларын басқарғанмын. Егер де Қазақстанды қазір ештеңемен сіз удивлять ете алмайсыз, өйткені неше түрлі компаниялар кіріп шығып жатыр. Қазақстанның өзінде де мыңдаған компания ашылып тастаған, ашылып енді қолдарының кемімен жабылып жатыр дейді. Егер де істейтін болсаңыз, осындай талаптарымыз бар деп 30 слайдтан тұратын жаңағы керемет ұсыныс жасайды. Сонымен ол кісілер айтады, ондай болады. Енді сразу келіспейді, конечно. Ана жерде енді $1 миллион, $2-3 миллион вообще ақша салу керек. Сосын айтты, мен сіздің егер де осы жұмысты жүргізіп алып кететін болсаңыз, ұсынысыңызға келісемін деді да, осындай Pandora Vita деген компания ашылды. Ол Pandora Vita деген компанияның енді ашылу негізі тарихында осы неліктен қазақ халқы сапасы төмен өнімдерді жоғары бағамен алады. Қытай енді бағамен сындырып жатыр, бірақ Қытайдың өнімдерінің сапасының жақсы жаман екенін мен айта алмаймын. Сол себептен барлықтарыңызға дамып кеткен Европа мемлекеттерінің не сатылып жатқан керемет бренд, керемет заттарды біз қолжетімді бағамен алуға мүмкіндік бар. Сол енді мен сізге өнімдер туралы көп айтатын болсам, енді уақыт созылып кетеді, өйткені бинар, именно біздің көшбасшылардың, сетевиктердің именно бинар сайтында ол жерде 10 түрлі қазір өнім бар, 10 түрлі жамбат өнімдері бар, витаминдер бар, керемет. Маған сразу келді да, маған біріншіден сертификаттар ұнады. Сосын маркетплейста 30 түрлі өнім бар. Сол 30 түрлі өнімді 150 түрлі керемет, өте жоғары сапа сұрыпталған, прям сортированный 150 дана сондай өнімдерді бізге Қазақстанға кіргізіп. Оның ішінде посуда да болады, мыломойкасы бар, баттары бар, текстиль бар. Қолданысқа жаңағы біздің күнделікті өзіміздің сатып алып қолданатын өнімдердің барлығы бар. Оның ішінде жаңағы брендовый Цептер сияқты французский посудалар бар. Өте қолжетімді бағамен ұсынып жатыр. Маған ұнағаны бір даже қарап отырсаңыз, даже біздің не бар ғой, оливковое масло дейді. Оливковое масло, оны сіз, например, біздің шитмайдың барлығы зиян екен, амал жоқ. Енді біз оливковое масло қымбат болғаннан кейін бізге шыны керек обычный подсолнечный масло қолданамыз. Керемет мында жестяной баночкада күшті даже оливковое маслоның өзі де болады. Значит, бізде ол ассортимент дальше үлкейеді деген сөз бар. Енді мен сізге именно логотип брендтерін айтайын. Бүкіл сертификаттар
Европа, Азия GMP сертификаты болмаса, ол мемлекеттерге кіре алмайсыз. Европаның, Азияның мемлекеттеріне ол GMP сертификаты бар. Америка, мына материкқа сіздер FDA деген олардың сертификациялары бар. Ол болмаса тоже ояққа кіре алмайсыз. Сол себептен ол сертификаттардың барлығы бар. Халал сертификат, жаңағы ISO деген күш сертификаттар бар. Маған ең ұнағаны бұл сертификаттардан бөлек мынау шикізаттар бар ғой, ішіне сырьон обычно бізде Қытайдан жан жақтан алып келе береді. Мынау дүниежүзінің мынау премиум сегменттегі сырье поставка жасайтын компанияларды көрдім ана жерде мен. Ол жерде МЭК-3 дейді. МЭК-3 деген ол канадский кәдімгідей, омега-3 деген жалпы сөзді, мынау омега-3 деген өнімді сол МЭК-3 деген компания шығарған. Солар мынау Канаданың жаңағы мынау Тынық мұхитының балықтарының майынан жасалған өте керемет шикізаттарды алып келеді екен. Ол Турциядағы жаңағы Natural Supreme деген компания, сол жерде заводтары Турцияда, Қытайда емес. Көбісі айтты, ой, бәрі Қытайда шығарады. Жоқ, именно Турцияда шығарып жатыр өнімдер. Бірақ олар тек қана Европаға сатылады екен. МЭК-3, Канака деген Японияның поставщиктері. Оның бәрін біз тексеріп, чат GPT-ға салып көрдік. Чат GPT бұл дейтін премиум сегменттегі өнімдердің шикізаттары деп айтылған. Сосын швейцарский 3 түрлі поставщиктің біз логотиптерін көрдік. Соған қарағанда бұл біздің Европаның заттарын, енді Қытайдың заттарын қолжетімді қылып неше түрлі компаниялар ашылып жатыр ғой, дұрыс па? Біз Европаға, Америкаға сатылатын заттарды біз қолжетімді бағамен, например, біз өзіміз үйімізге алып қолдансақ болады. Ол бір. Енді жақсы нәрсені әрине біз бөлсеміз, жақсы кино көрсек бөлсеміз, дұрыс па? Таныстарымызға айтып, например, біз жүйелі түрде осыны кәдімгі бизнес қылып жүргізетін болсақ, оны қалай жүргізетінін барлығын қазір айтып өтем. Сіздерге өте қомақты жаңа $1,000,000 деп отырмын, сол ақшаға ие болсаңыздар болады. Енді ол мен жаңа $1,000,000 деп абстрактный суммалар деп отырмын, қарап отырсаңыз, бізде маркетинг план туралы мен қысқаша айтып өтейін. Жеке сіз өзіңіз ойлаңызшы, мен қарапайым адамдарға қазір жүйелі түрде 10 компанияға мен осы жүйемді қойып берген. Ол жүйе арқылы сіздер аз уақыттың ішінде 10, 20, 30 миллионға дейін ақша таба аласыздар. Енді 20-30 миллион, например, 1,5-2 айда, ары кетсе 3 айда тауып жатсаңыз, сіз астыңыздағы армандаған көлігіңізді, пәтеріңізді ипотекасыз кәдімгі наличкаға без кредита кәдімгі сатып алуға болады, дұрыс па? Әр нәрсенің негізі басында тұрған жақсы. Бізде компаниямыздың Алматы қаласында, Астана қаласында, Бішкек, Ош қалаларында өте қымбат, жақсы ремонтпен, дизайнермен, дизайнерлар жалданып, керемет офистар ашық тұр. Жаңа 200 квадрат, 100 квадрат сонда офистар. Ол жерде кәдімгі біздің көшбасшылар офлайн өздері келіп, сол жерде жаңағы егерде онлайн істейтін болса, жаңағы TikTok, Instagram, жаңағы интервью бергенге, сондай контент түсіргенге жақсы сондай уголоктар ашылған. Өте қымбат жаңағы осындай мына блогерлардың, мобилографтардың оборудование, именно освещениесін келтірген сондай күшті жаңағы нелер бар, оборудование алынған. То есть компания ондай жақсы біздің жұмыс істеуге керемет сайт бар, сол условиялардың барлығын, жағдайының бәрін жасап қойған. Сол себептен осындай керемет, например, Астанамызда, төрімізде, Алматы қаласында жақсы осындай офистар ашылып тұрған кезде тек қана ол жерге барып жұмыс істеу керек. Ол жұмыс сіз, конечно, үйіңізде де істей берсеңіз болады, бірақ енді біз өзіңіз білесіз ғой, Совет одағынан бастап жаңағы мектепте оқып, жаңағы университетке түсіп, жұмысқа тұрып, бір мекемеге жаңағы азанда тұрып барып, кешке келгенге үйреніп қаламыз. Бірақ соған бізге осындай жақсы офис ашылып, осындай жаңағы конференция залдары бар, сондай мүмкіндік беріп отыр. Прям қақ ортасынан керемет жерден ашылған, жан-жағы любой жерге жақын, парковкасы бар алдында деген сияқты. Сол себептен біз енді маркетинг планға көшейік. Давайте былай істейік. Жалпы сіздер мына жерде қонақтар бар ғой, мен түсінгенім бойынша. Жаңадан келген қонақтар бар ма екен? Или жаңадан тіркелген адамдар бар ма екен? Жаңадан тіркелген адамдар болса, егерде, или біздің мынау лидерлардың арасында жаңадан қосқан адамдарыңыз бар ма сіздердің бүгін? Ладно, пока жаңағы, енді ол кісілер енді действительно онлайн кіріп көрейінші деп кіреді ғой, көрейінші, оны көретін. Так.
Наючок жалпы ақтау 2 апта болды дейді. Жаңадан келген енді қарап отырсақ енді біраз партнерлар бар екен. Сіздерге енді маркетинг жобасын қысқаша айтып өтейін. Мен сіздерге айтайын, көптеген мынау Қазақстанның компанияларымен салыстыратын болсақ, бұл біріншіден Қазақстанның компаниясы, бірақ Европа, Турцияның өте сапалы, жақсы өнімдерін телефон слушает бар. Все, керемет, все. Давайте, онда жаңадан келген қонақтар сіздерге арналады бұл ақпарат. Барлығымыз енді өнімнің сапасының жоғары екенін түсіндік. То, что онлайн жұмыс істеуге болатынын түсіндік. Бізде бинарный маркетинг план бар екенін түсіндік, дұрыс па? Енді маркетплейстің де бар екенін түсіндік, что Европаның заттарын біз Қытайдың бағасымен қолжетімді, даже біздің есімді алды магазинде, аптекада сатылып жатқан заттардың бағасымен алатынымыз түсіндік. Енді естественно ол біздің маржамызбен тұрып жатыр, дұрыс па? Бұл жерде егер біз осыны ссылкамен жіберетін болсақ, аналар өздері тіркеліп, даже бір зубной пастаны алса да, бізге оларға реферальный ссылка береді. Олар жаңа бізге InDriver деген компания білесіз ба? Бұл жерде жақсы идея бар да. Жақсы идея бар. Осы InDriver таратын болсақ, бізге кэшбэк береді екен. Ал даже қазір мынау Freedom Bank деген банк жақсы кірді ғой біздің нарыққа, дұрыс па? Приложениесі бар. Егер де сіздер өздерінің таныстарыңызды қосатын болсаңыздар, сол приложениені жүктеп алатын болса, сіздерге жақсы бонустар, кэшбэктер береді. Өткенде мен сол Freedomға ақшамның бәрін Каспийден Freedomға ауыстырып едім. Маған аптасына 2-3 мың теңге кәдімгі күнделікті қолданыста жаңа продукт аламын, анау заправка барамын деген сияқты сондай кэшбэктер деген. Сол кэшбэктерден мен шыны керек өте үлкен ақша шығардым. Таныстарыңызға егер таратып отырсаңыз 100-200 мың теңге ақша шығады. Бір ол ақшаны шығару үшін сіз бинардан орын алу керексіз. Бізде бинардан орын, ол жерде бізде 4 түрлі пакет бар. 200 мың теңге, 150 мың теңге, одан кейін 100 мың теңге, 50 мың теңгелік пакеттер бар. 200 мың теңгелік пакеттің ішінде біздің күнделікті қолданысқа жаңа шампуньіміз бар, жерде гель для душа, мыло мойка, жаңа неше түрлі баттар бар, керемет. Маған баттардың біреу ол не андай гинка билоба дейді, одан кейін грипп рейши дейді. Өте упаковкаларды өте керемет. Прям действительно ұялмай, даже мынау нелер бар, күшті маскалар бар екен, кәсімде. Бетіңізге жасаңыз, бетіңізге кәдімгі массаж жасап жатқан сияқты майда жаңа пузыректермен ішіндегі мынау порлардың ішін қопарып, жаңа нелердің бәрін шығарады. Өте керемет жаңа маскалар бар. Кислородный маска дейді оны. Маған сол ұнады. Оның упаковкасын көрсеңіз, енді действительно ертең жаңа сыйлық қылып біреуге жаңа қорабы прямо алтынмен тиснение жасаған, серебромен тиснение жасаған. Соның барлығын қарасаң өте қымбат упаковка. Көрініп тұр, что Европаның өте элитный жаңағы крупный магазиндерінде сатылатын жер екен. Сол оның барлығын біз көрдік, действительно күшті жаңағы өте жоғары. Сосын бізде не бар жаңа King Size деген не бар ғой, профессиональный айттым ғой сіздерге. Бізде қазір фитнес залдар ашылып кетті. Сол мынандай үлкен 20 килограммдық күшті жаңа нелер бар, протеиндер бар, коллагендер бар. Маған ең ұнағаны бұл жерде заказ бер, ертең аламыз. Құдай қаласа аласыздар. Үйлеріңізге кәдімгі бізде СДЭК, доставка барлығы, логистика барлығы налажено. Прям любой Қазақстанның кислородный маска өте керемет. Енді қарасаңыздар, коллагендер бар. Коллаген деген нәрсені мен соңғы осы жақында ғана естідім. Шыны керек адамдардың біз экологияға неге байланысты, загазованностьқа байланысты адамдардың беттеріне жаңа мимический сондай әжімдер көп түседі екен. Сосын жаңа пятналар болады. Ол коллаген біздің мынау нарыққа келіп жатыр. Корейский неше түрлі коллагендер, мен бағасын қарасам, бағалар өте қымбат. 30 мыңнан 40 мыңнан жоғары тұрады екен. Сапалы коллаген. Сапасы төмендері бар, енді олардың барлығын может арзаншыл, оның көмегі де аз болуы мүмкін. Сол себептен бізге аргентинский өте керемет жаңа коллаген. Оның барлығын кейін дальнейшем сіздерге жаңа ақпарат жіберетін болса көресіздер. Бағасын мен көрген кезде таң қалдым. 11.600 теңге өте қолжетімді. 11.600 теңге тұрады коллаген. Бір айға үлкен мынандай кәдімгі протеиннің жаңа үлкен баночкасы сияқты, емкости почти бір жарым литр ма сондай ше. Коллаген 11 күн болды қолданып жатырық. Біраз адамдар суретке коллагенді ішкенге дейін суретті, ішкенге қарасам біраз әжімдері жазылып, беттер тартылған. Маған соған риза болдым. Қандай операция жасаудың қажеті жоқ. Көп адамдар кәдімгідей енді оны іштей ғой, барлығы ол іштегі проблема шешпесе, ол бетіңіз сіздің қанша операция жасасаңыз да ол дейтін проблема болады. Мен операция жасаған адамдардың түрлерін көремін.
жаңағы ботекс шығады, ол дейтін барлығы зиян негізі. Енді алланың жаратқанына қарсы шығу деген сөз ғой. Сол себептен ол коллаген ішсеңіздер ертең сіз, енді бұл біздің денеміз аманат қой, дұрыс па? Алла тағала сізге бергеннен кейін біз оны осы күйінде мүмкіндігінше жаңағы зиян келтірмей өзімізге жақсы өнімдерді ішіп, адал өнімдерді ішіп, бұның барлығы халал сертификаттар бар, кстати. Біз өзіміз мүмкіндікше қарауымыз керекпіз, күтім жасауымыз керекпіз. Сол үшін ана коллагенді өзіңіз де ішсеңіздер де, орта жастан асып кеткен қария, жаңағы үлкен кісілерге де берсеңіздер де, олардың түрлерін кішкене жас болған көрсеткен кезде сіздер енді үлкен сауап аласыздар. Жаңағы, может быть, сіздердің жаңағы қарындас әпкелеріңіз бар шығар, соларға да өте керек нәрсе. Қазір бізде 5-6 баночканы алып кетіп жатыр ол коллагендерді, барлығына ұнап жатыр. Осындай керемет потокта, егер де айтады ғой, ветер откуда дует, надо в ту сторону ставить, жаңағы не жаңағы мельницу дейді ғой, біреулер жаңағы желкенді шығару керек, сол керемет осындай волнамен жаңағы үлкен жаңағы волнамен бизнесқа шығып, үлкен табысқа шығып кету деген сияқты. Сол үшін бізде өте керемет қазір мүмкіндік басталып жатыр. Барлықтарыңызға жаңағы құлақтарыңызға алтын сырға зубной пасталардың мен бағаларын қарадым. Сол Colgate фундаментті біз 2,5 мыңға аламыз. Бұл жердегі тіс пасталарының бағалары 2300 теңге. Сізге еще даже просто реферальный ссылка берді, егер де потребитель болатын болсаңыз. Ол жерден ақша шығады, ол жерде бизнесқа келу үшін сіздер кемінде жаңағы минималь пакетке тіркеліп, сөйтіп уже ақшаларыңызды выводить етсеңіз болады. Бірақ бинардан мен 33 күннің ішінде 30 миллион ақша шығардым. Ол қалай? Сіз өзіңіз үлкен пакет алсаңыз, жаңағы коллаген, кератиновый шампунь, тағы да 3 түрлі өнім сізге сыйлыққа беріледі. Ол жерде 200 мыңға өте күшті сет беріледі, пакет. 200 мың дейтін онда көп ақша емес, үлкен бизнесқа бастауға, дұрыс па? Сол Европаның өнімдерінің барлығын үлкен коробкамен аласыздар. Сөйтіп таныстарыңызға оң жақ, сол жақ команда құрасыздар. Сөйтеміз да 200 мыңнан оң жақтан, 200 мыңнан сол жақтан егер таныстарыңызға айтсаңыз, олар өздеріне алып сіздің жаңағы артыңыздан еретін болса, сізге оң жақтан реферальный бонусыңыз 50% PV-мен есептеген кезде, сол жақтан 50% PV-мен есептеген кезде сізге 37.500 теңге әрқайсынан түседі, 2 рет. Ортадан сізге бинар ұрады, бинарный бонус бар бізде, бинарный бонус 20%, 20% есептеген кезде бізге 15 мың теңге ақша түседі екен PV-дан. PV дегеніміз point volume деген сөз, өйткені әр заттың өзінің себестоимости болады. Сол себестоимостьін алып тастаған кезде үстіндегі қалған ақша, содан біз полностью бонусымыздың, балымыздың бәрін есептейміз. Сол себептен оның барлығына дұрыс қарауға керек, бұл дейтін бизнес. Сол себептен оның өзіне қарасақ, маған осы проценттер ұнады. Бұл дейтін қатты жирный процент емес, ол қатты аз емес. Значит, бұл компания устойчивый, ұзаққа шабады деген сөз. Мен өткен компанияларды білемін, мен жеке өзім осында Американың компаниясына, мен өзім 79 жылым, жатым 47-ге толады осы жақында. 48 жыл болып жатқан компания, ол Американың 78 жыл компаниясына қазір қарасаңыз 50 жылға жақындап қалды. Мен сол компаниялардың көшбасшыларының табыстарын білемін, жылына 6 миллион долларатын көшбасшыларды білемін. Именно мына 1%-на кірген. 1% дейтін осы 1 жыл, 1,5 жылдың ішінде қалыптасады. Сол себептен сіздер сол көшбасшылық өміріңіздегі, семьяңызда, әулетіңіздегі мынау финансовый проблемалардың бәрін шешіп, сіз өзіңіз беруші қолдан болатын болсаңыздар, жақсы табысқа шыға. Онда мен сіздерді осы біздің бизнесқа шақырам. Сіз шақырған адамдардың ақпарат алып, подробный жаңа слайдтарын, өнімдерін бәрін айтып түсіндіреді. Сол біздің қазір командаға қосылатын болсаңыздар, мен өзім коуч, бизнес тренермін. Тәжірибем 15 жылдың төңірегінде жұмыс жасап келе жатырмын. Сол себептен барлықтарыңызға мен осы соңғы 5 жыл болды, 10 шақты компанияның жүйесін қойып, ең алды 150 мың долларға шейін мен жалдаған бизнес, то есть көшбасшыларды табысқа шығарғам. Енді арта жаңағы тауып жатқан 700-800 майлықтарын жаңағы 1,5-2 миллионға шығарып жүргем бір айдың ішінде. Сол себептен сол сабақтарымызды біз бұл жерде тегін өткіземіз. Егер командаға қосылып жатсаңыз, ондай болатын болса, сіздер осы 1,5-2 айдың ішінде жақсы табысқа шығып кетесіздер. Мен сіздерге на пальцах түсіндіріп берейін. Енді мен айттым, 37.500, 15 мың деп отырмын ғой. Сіз 2 адамды 200 мың жазатын болсаңыздар, сіз жаңағы коллаген, кератинный шампунь, тағы да
гель для душа сізге сыйлыққа беріледі да. Сізге жаңағы өнімдердің бәрін аласыздар, өздеріңіз қолданасыздар. Кәдімгі күнделікті қолданысқа жаңағы мыломойкасы бар, жаңағы баттар бар, күшті керемет заттар бар. Сол заттарды ол кісілер алады да сізге 90 мың теңге ақша түседі. Енді олар өздерінің таныстарын шақырып, олар 90 мың теңге алатын болса, сіздер ортадан бинар ұрады да, уже 2 бинар ұрғаннан кейін сіздерге әр бинардан сіз 15 мың теңге дедім ғой, 30 мың теңге шығады. Енді олар ары қарай компания тарапынан сіздерге таныстардың барлығын өзіңіз шақыр деп айтпайды. Егер де жақсы өзіңіздің 20-30 бір танысыңыздың списогін жазып, таныстарыңызға айтатын болсаңыздар, олардың ішінен сол екеуін тауып, біз екеуін таңдаймыз, көшбасшылар. Қалғандары енді ссылка таратсаңыздар, потребитель болып қала берсін. Көрейін дейтіндер бар, олар енді в любом случае 1.990 деген система бар. 1%-ға қазір солар кіреді, кейін көрейінші, мен потребитель болайын, уақыт көрсет, компанияң алысқа бара ма, бармай ма деп күмәнданатындар бар. Қазір қарапайым халықтың мазасы жоқ, жан-жақта соғыс болып отыр. Әйтеуір біздің инфляция, теңгеміз құнсызданып, бұрын біз 10-20 мың теңгемен бір супермаркетқа барып, үлкен бір жаңағындай бір корзина зат алып келетінбіз үйге, дұрыс па? Қазір ондай емес, 10 мың теңге, 20 мың теңгемен сіз барып ары кетсе бір пакет затпен қайтып келесіз. Бізде осы компанияда сол заттарыңыз өте жоғары сапада и қолжетімді. Сізге өзіңізге доставкамен үйіңізге әкеліп береді. Қазпочта, СДЭК деген жаңағы сол қалаларыңызда енді қазір бізде складтар ашылайын деп жатыр. Көшбасшыларымыз бізде қалаларды разбирать етіп жатыр. Сол себептен егер де сіздер басқа қалаларда болатын болсаңыздар, жаңағы сізді шақырған адамдар сұраңыз, қай қала болсын, мен сол қаланың жаңағы көшбасшысы болғым келеді деп, бізге қазір біздің компанияның өкіл представительдер керек. Сол себептен барлықтарыңызды біз осы компанияға шақырамыз. Енді қарап отырсаңыздар, әр адам 2 адамны қойып 90 мың теңгесін алып кетіп жатса, ортадан сіздер олар 90 мың теңгесін алған сайын 15 мың, 30 мың, 60 мың деп бинар шыға береді. Енді қарап отырсаңыз, уже сіз 3-4 деңгейде сіз уже өзіңіздің ақшаңызды қайтарып аласыз. 90 мыңды бір қайтарып алдыңыз ба, ода ары қарай уже бинар ұрған кезде сол бинарды мен келген мынау деңгейлеріңіздегі адамдардың, 2 адам болса 2 адамға, 4 адам болса 4 адамға, каждый адам өзінің 2 адаммен келсе, сол осы треугольникпен мен марафонға қатыстырамын сіздерді. Ол марафонда 3 күндік сабақ аласыздар. Сол сабақты алғаннан кейін сіздер уже бұл компания көшбасшысы болып, осы 33 күннің ішінде, 3 күннің ішінде біздегі системаның аты 272 деп аталады. Сол поток болып 3 күн сайын біз жаңадан келген адамдарға жаңадан сабақ беріп отырамыз. Ары қарай лидерский сабақтар болады. Сол лидерский сабақтардан сіздерде трансформация болады. Ол дейтін мен Тони Роббинстің сабағы бар, соған қатысқан мен өзім. Day with Destiny дейді, свидание с судьбой дейді. Свидание с судьбой деген адам дейтін, егер де Алладан сіз осы дүниеге байланысты не сұрасаңыз барлығын береді. Бірақ сіз өзіңізді осы Алланың сүйікті құлы қылып, алдыңызда тұрған мынау уақыт қой. Сізді қазір, например, үмітсіз шайтан дейді. Адам дейтін шайтан ауыз билек сіздің үмітіңізді үзеді. Настроениеңіз болмай, инфляция болып жатыр, Қазақстанның жаңа теңгесі құнсызданып жатыр, айлығымыз аз, кредит көп деп жаловаться деп жатырмыз, сізге наоборот уже төмен қарай төмен вибрацияға түсе бересіздер. Егер де осындай компания келіп, мынау бір лидердің маған бар ғой, дұғасын айтады, Алла тағала маған, мен жағдайым бар, төмендеп кетті, осындай жаңаға тығырыққа түсіп қалдым, маған мүмкіндік берші дейді, мүмкіндік берші, маған ақша бермей ақ қой, мүмкіндік берші, мен любой мүмкіндікті ұстаймын да, мен алдымда үлкен жетістікке жетемін деп дұға еткен кезде дұғасы қабыл болып, бір компанияның осындай көшбасшысы болып, долларовый миллионер болған, айына табысы $50 мың, $100 мың алған адамды мен білемін. Сол дейтін сценаны жылап тұрып осы өзінің историясын айтып отыр. Сол себептен бұл компания басталып жатыр қазір. Жаңадан неше түрлі история успехалар шығады. Әр адам ертең өзінің кезінде қандай деңгейде болған осы компания мүмкіндікті қолданып кетіп, үлкен жетістікке жеткенін айтады. Сол себептен ертең сіздер келіп біздің компанияның көшбасшысы болып жатсаңыздар, мен сіздерге гарантия беремін, осы мен айтқанымды істейтін болсаңыздар, осы 1,5-2 ай, 3 айдың ішінде сіздер үлкен қомақты табысқа шығасыздар. Ол гарантия. Өйткені ол дейтін мен айтып жатқан нәрсем, не үшін гарантия? Мен айтқанымды істесеңіздер ғана, естественно. Өйткені бұл жерге келіп біздің көшбасшы болатын болсаңыздар, сіздер керемет мүмкіндік, өте керемет. Өйткені қарапайым адам, даже студент істей алатын бізде жақсы ұсыныс бар. Студенттің қалтасында не бар? Ол дейтін проезді бар, қалтасында жаңа нанына, проездіне, ішетін жаңа кока-коласына,
ары кетсе может кофе алатын шығар, бұл кофе жоқ, ақшасы жоқ болса ол кофесін алмайды. Сол нан шайына ғана жететін ақша бар, ары кетсе 5.000 теңгесі бар. Сол 5.000 теңгесімен даже бастап кететін студентке де мүмкіндік бере аламыз біз. Бірақ біз көшбасшымыз, бізде жақсы пакеттер бар. Енді ол дейтін жаңа жылға дейін асықпай күзде чекке шығудың өзі де жақсы, бірақ мен сіздерге қазір 2-3 айдың ішінде кемі мынау сіздің бинарыңыз өсіп, команда егер бірдей болып обучениемен өсетін болатын болса, 30 миллион теңге табысқа осы 2 айдың ішінде шығатын менде жақсы план бар. Осы маркетинг планының пайыздарын есептеген кезде сонда ақша шығып тұр. Енді сіздер осыны құдай қалап бастап кететін болсаңыздар, біріншіден мен айттым ғой жаңа, оң жағыңыз өзіңіз жаңа 200 мың теңгеге жақсы үлкен пакет алып, оң жағыңызға 200 мың теңгеге пакетті алғызып, командаңызға 2 адамды көшбасшыны қосатын болсаңыз, просто танысыңды алып келіңіз, біз олардың бәрін үйретеміз. Өйткені олар келеді да не істерін білмейді. Мәселе бұл жерде адам шақыруда емес, мәселе қазір команда лидерский костяк жинауда. Сол үшін команда осындай, біздің компания өте көп ақша салды, сол үшін осындай керемет бізде лидерский позициялар қажет болып жатыр. Сол үшін бізге келсеңіздер, сіздердің адамдарыңызбен бірге көшбасшылық өсіріп шығарамыз. Түсінікті ғой, иә? Сол себептен барлықтарыңызға осындай ұсыныс бар. Таныстар айтқан осы ақпаратты егер слайдтарын көретін болсаңыздар, сайттан тіркеліп ішіне маркетплейстің заттарын көрсеңіздер болады. Бағалардың бәрі қолжетімді. Сол себептен барлықтарыңызды күтем осы біздің компанияның бастамасына 1%-не кіруге. Енді қараңыздар, жақсы сүйінші бар, керемет осындай жаңалық бар. Бізде осы мамыр айының 29-30-31-інде Түркістан қаласында жаңағы бізде өте үлкен светский вечеринка дейді ғой бізде. Фэшн, мода көрсететін жаңа показ, мод болады. Білесіздер ғой, мода дейтін бізде ондай показ, фэшн нелер Италияда, Миланда болады. Білесіздер, иә? Миланда жаңағы сондай жалпы моданың атасы сол Италиядан келеді ғой. Сол себептен күшті осындай дизайнерлар өздерінің жаңағы нелерімен, жаңағы өнімдерімен шығады, күшті модельдер оның барлығын көрсетеді. Сонымен концерт болады, Мұрат Япырақ деген. Қазір мынау Қазақстанның Той Думан, неше түрлі телеканалдарында, хабар телеканалдарында постоянно қазір шығып жүр. Ол кісі бізге келіп осы Қазақстанда өнер көрсетіп жатыр, тойларға да қатысып жатыр. И сол Мұрат Япырақ деген, Мұстафа Сандал деген білесіздер ғой бәріңіз, иә? Соның жаңағы несі екен, шәкірт екен. Өзінің күшті біздің Қазақстан тойларында айтып жүрген хит өлеңдері бар. Сол кісінің қарапайымдылығы ұнады маған. Өткенде офисқа келіп тұрсам, біздің как раз учредитель келді. Енді бірінші келуім ғой менде офисқа. Сонымен көріп, маған барлығы ұнады. Офис өте керемет, зәулім, прям ремонт жүріп жатқан мен келген кезде. То есть осы 1-2 апта болды бәріміздің бастағанымызға. Анау жаңа учредитель келіп, қасында бір түрікті кофеға жіберді. Ана жігіт, ладно, барып кофе алып келіп, бізге кофе ішіп тұрайық деп жаңа капучино ішіп тұрсақ, мына кісі біздің медийный амбассадор, 1 миллион подписчигі бар Мұрат Япырақ бізге жүгіріп барып кофе алып келеді. Біздің қазіргі Қайрат Нұртас кофеге жіберші. Ол сен ол не то что бармақ түгіл, сен жаңағы айналайын ары жүрші дейді ғой, дұрыс па? Сол себептен өте қарапайым, ұлық болсаң кішік бол деген сияқты миллионер кісілер бізге осындай жақсы қол ұшын беріп, адам негізі орта қалыптастырады ғой. Сол үшін жақсы осындай компанияда, жақсы осындай ортада миллионерлардың арасында болсаңыздар, айтады ғой, сіз 5 успешный адам сіздің күніге араласатын болсаңыз, 6-шысы сіз боласыз деп айтады. Сол себептен жақсы күшті көшбасшылар келіп жатыр компаниямызға, өзіміз қуанып жатыр. Шыны керек, ойымызға келмеген ол лидерлар бізді менсінбейді ғой деген лидерлар үлкен чектермен бізге келіп жатыр қазір. Сол себептен барлықтарыңызға керемет мүмкіндік, үлкен кісілермен, қарапайым орта буындағы жас жігіттермен, қыздар, даже студенттер 18-ге толсаңыздар болды, барлықтарыңызға керемет мүмкіндік. Сол себептен ертең осы жақын арада, жаздың аяғына дейін деп айтсам да болады, осы ертең Түркістан қаласында біздің командамыз қосылсаңыздар, барлықтарыңыз үлкен табысқа шығасыздар. Кемі 5 миллион, ары қарай жаңағы 10, 15, 20 миллионға. Әркімнің енді скорості, жылдамдығы әрқалай. Сол себептен барлықтарыңызға ақпарат бірдей беріледі, сабақ бірдей беріледі, бірақ әркім кім тез успех от слова успеть дейді. Кім тез қимылдайды, сол адамдарға үлкен жаңа табыс болады. Сол үшін барлықтарыңызды Түркістан қаласында Керуен сарай деген Риксис отелінің несі жаңағы
филиалы Керуенсарай деген 5 жұлдызды отельде 3 күндік бізде all inclusive дейді. Рикситтің таңғы асы маған ұнайды, өте керемет. Обед, ужин барлығы төленіп қойған. 100 адам, қазір 100 көшбасшы. Негізі мастер деген статус жапқан адамдарға, например, оң жақтан сол 7 адам, сол жақтан келсе ғана Мына 29-да дана бар. Иә. Или осының да шеттағы барма жолына келсең дана бар тоже. Игілік тиді. Мектептің қасында. Ілге ханым, микрофоныңызды өшіріп жібересіз бе? Все. Енді қараңыздар, бізде мастер деген екінші статус бар. 1000 PV жасаған, Маловеткіңізде 1000 PV жасаған адамдарға тек қана жаңағы 5-звездочный отель, 3 күндік демалыс, жаңағы светский вечеринка, концерт и семинар. Сол мүмкіндік сіздерге жаңа мынау Алматы қаласынан, Астана қаласынан, Бішкек қаласынан автобустар шығады. Сол автобусқа тегін барып, тегін демалып, жақсы көңіл көтеріп, көктемнің соңғы күндерінде жақсылап тұрып, керемет туристік отанымыз біздің Түркістан қаласында жақсы осыны іс-шараға сіздерді шақырады. Бірақ сол ол пока 7 адам жазылғанша, пока оң жақтан 7 адам, сол жақтан 7 адам жазылғанша, басындағы қазір соңынан қазір келген адамдарға может бұл сәл ауыр болуы мүмкін. Сол себептен жақсы жаңалық бар. Мен айттым сіздерге, біздің марафон осы біздің іс-шарадан кейін арғы біз бастаймыз жаздың 3 айында сіздерді кемі 5 миллион, ары қарай 30 миллионға шейін табысқа шығарам. Өйткені мен коуч болғаннан кейін мен шыны керек бұны ақшаға істейтін. Қазір мен осы компанияға біз болып өзіміз бірге бастап жатқаннан кейін мен барлықтарыңызға осындай онлайн офистарға келіп жатсам, офлайн тегін өткіземін. Трансформационный керемет тренингтер болады. Day with Destiny. День, который вас вы встречаете со своей судьбой. Сол себептен барлықтарыңызға өте керемет сәттілік болып тұр, мүмкіндік болып тұр. Сол мүмкіндік қолданатын болсаңдар, оң жақ, сол жаққа 200 мың теңгеден 150 PV-ден ақша адамдар тіркесеңіздер 90 мыңдарыңызды бір аласыздар. Екіншісі, біздің мынау Fashion Week-қа жаңа Түркістандағы біз керемет іс-шарамызға тегін қатысасыздар. 5 жұлдыздық отельдің ішінде ол банясы бар, саунасы бар, бассейні бар, таңғы асы бар, түскі асы бар, кешкі асы бар. Барлығы төленіп қойған. Біздің компаниямыздың учредителі Сенан мырза ақшасын төлеп қойған. Бұл жерге уже и сіздерге 90 мың теңге алдыңыздар сол іс-шараға. И сол екі жақтан 2 адам тіркеген адамдарыңызға, барлықтарыңызға, бірақ 15 мамырға дейін. Өйткені біз ана жерде уже полностью отчет жасап, кім бар, кім жоқ, кім барады, соның бәрін түгендеуіміз керек біз. 15 мамырға дейін сіздерді қазір тіркелсеңіздер, уже өзіңізбен бірге до конца баратын командаңызға қосылатын көшбасшыларыңыз дайындай беріңіз. Ол туысқандарыңыз болуы мүмкін, жақын достарыңыз болуы мүмкін. Айтыңыздар, осындай керемет 3-4 айда квартира алғың келе ма? Кеттік, давай, барып Түркістанға барып демалып келейік деп. Сондай керемет жақсы жеңілдік беріп жатыр біздің бүгін. Енді тауарларыңыз болса да аласыздар. Сол себептен барлықтарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса мен жауап беруге дайынмын. Бізде әлі бір 5 минут промоушн, 15 майға дейін. 15 майға дейін 200 мың теңге сұрақтап келсін. Біз барлығымыз үлкен жорыққа шығамыз. Біреу айтады жаңағы, осы бір нәрсе істеу керек еді, өмірде бір нәрсе өзгерту керек еді, жұмыстан шығып бір бизнеспен айналысу керек еді, шабам деп бір айтып жүреді. Сол осы әнім бір не істеймін деп жүрген кезде өмірде өтіп кетеді екен да. Сол бір кезіндегі атамыз айтыпты, міне шабам, ән шабам, Абылайдың астында шаппасаң, атаң басына шабасың ба, кел, давай, баста деп жаңа бір кісі айтып жүрді басып. Сол себептен осыны үлкен жаңағы ақтүйенің қарын жарылып, керемет бізде 1000 адамға концерт болайын деп жатыр, светский вечеринка болайын деп жатыр. Ол жерден күшті керемет киімдеріңіз киіп келесіздер, бастарыңызға прическа жасайсыздар, жақсылап тұрып осындай керемет адамдардың ортасында боласыздар. Барлығымыз сол жерге жиналамыз, танысамыз бәріміз бір-біріміз. Сол үшін командаға қош келдіңіздер барлықтарыңыз. Енді сұрақ болса қойыңыздар. Буквально менде бір 5 минут уақытым бар. Жауап беруге дайынмын. Ғалым мырза, рахмет көп. Керемет ақпарат болды. Тыңдаған адамдарға бәріне де ұнады деп ойлаймын өзім. Керемет, рахмет көп.
Сарбиназ ханым, сіз сияқты кісілердің алдында керемет сөйлемеуге болмайды. Маған үлкен жауапкершілік бұл. Өйткені керемет күшті Рахмет, көшбасшыларымыз келіп жатыр. Өйткені сіздерді сыйлаймыз. Өте өзім қуанам осындай менде спонсор тап болғанына. Наставник, рахмет көп. Рахмет сіздерге де. Мен өзім сенің даму бағытың деген кітап жазғанмын, твой вектор развития деген. Барлықтарыңызға сол кітаптың ішіндегі ақпаратпен бөлсем, ол кітап енді 1000 дана болып шықты да тез сатылып кетті. 10 мың теңгеге сатылып, барлығы оның артында тренинг сопровождениесі бар. Соның бүкіл мазмұнын бәрін сіздерге беремін. Любой ежедневниктеріңізді алып келсеңіздер, ішін полностью толтырамыз, обучение өтеміз, кәдімгі тұлға болып қалыптасасыздар. Барлықтарыңызға осындай жаңағы маған повезло то, что сіздерге алатқаныңыздарға, сіздерге повезло то, что мен сияқты осындай жаңағы коуч, тренерлар араларыңызда жүргеніңізге. Сол үшін давайте бәріміз жұмыла көтерілген жүк жеңіл дейді, бір жұдырық болып осы Қазақстаннан ашылып жатқан компаниямызды международный бүкіл жаңағы халықаралық деңгейге шығарайық. Бірінші Қазақстан өзімізге, өзіміздің адамдар тұрсын да барлығының басында. Неше түрлі шетелдің компания, Қытай болсын, басқа компанияның соңында жүреміз. Енді шыны керек біздің Қазақстаннан шығып жатқан өнімдер шетелдер менсінбейді. Біз өйткені дамушы мемлекет болғаннан кейін бізде жаңағы FDA бар ма, сенің жаңағы GMP сертификатың бар ма, анау мынау дейді. Сол себептен бізде Европаның заттарын өздеріне сатамыз. Сол себептен барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Күшті Аллам берсін. Аумин. Рахмет. Бұл бастамасы. Өте күшті болды. Рахмет. Запись бола ма? Қайырлы кеш, мен кешкірдім. Иә, кешкіріңіз. Ничего, запись болады. Әлі тағы да бұндай ақпараттармен бөлісеміз. Жаңадан күшті ақпараттар болады. Маке, егер де сұрақ болмаса, онда микрофон сізде. Завершать етсеңіз болады. Иә. Менің қосарым ештеңем жоқ. Ғалым мырза, білген ақпаратыңызға көп рахмет. Ақпарат керемет. Міне біздің офисте партнерлар енді қайтып жатыр, әлі жүрміз. Сондықтан да жұмыс қызуда, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Енді бастап жатырмыз, сондықтан да жаңағындай қолдарыңызды салып кірісіңіздер. Бай қуатты боламыз. Түркістанда кездескенше хабарласып отырамыз, чаттарда абай болыңыздар. Келесі кездескенше запись болады. Сау болыңыздар. Үлкен рахмет. Все, сау болыңыздар. Рахмет сіздерге. Все, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Ғалым, завершите. Ғалым, завершишь? Так, Маке. Здесь завершить деген оң жақтағы нені басам, иә, потому что мен Zoom өзгерткенмін бұрын. Завершить деген Сохранить автоматически, да, это? Да, сохранится автоматически. Завершить.